Бар қазақ тілі пәні 53-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баяндауыш. 9-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегеге шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақа. Бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала уық шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байланғанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Ол кім, бұл не кітабынан? Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қой, мәтіннен өзің бұрын естімеген жаңа сөздерді тапқан сөздердің мағынасын сөздіктен біліп ал. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Олар сөйлемнің қай мүшесіне қатысты? Киіз үй қалай тігіледі? Бізге бұрын естімеген сөздер басқұр, уық, басқұр киіз үйдің ішін безендіру үшін, әрі уық пен керегенің түйіскен жерін сыртынан бастырып таңатын өрнекті жалпақ құр. Уық керегеге басы мен шаңырақты ұштастыратын ағаш. Ол сәмбі талдан, сырталынан жасалады. Тігіледі, не істейді? Байланады, орнатылады, тартылады, көтереді. Байланады, бұл сөздер бастауыштың ісін, қимылын білдіреді. Олар сөйлемнің баяндауыш мүшесіне қатысты. Ал енді ережені жаттап алайық, балалар. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндаушқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Дана оқыды. Дана не істеді? Оқыды. Найзағай жарқылдады. Найзағай не істеді? Асан оқып отыр. Асан не істеді? Сөйлемдерді көркем жаз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Кереге басқұрмен тартылады. Шаңыраққа уық шаншылады. Не? Киіз үй. Не істелінеді? Тігіледі. Не? Кереге. Не істелінеді? Тартылады. Шаңыраққа уық шаншылады. Уық. Не? Уық. Не істейді? Шаншылады. Берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздерді тауып айт дейді. Оқушы және су. Бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұр? Оқушы, су сөйлемде бастауыш болып тұр, себебі кім, не деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Оқушы оқыды, оқушы жазды, оқушы ойнады, оқушы барды. Су қайнады, су тасыды, су төгілді, су ақты. Бұл сөздер сөйлемде тұрлаулы мүше болып тұр. Оқушы оқиды, оқушы жазады, оқушы билейді. Су ағады, су тасиды, су ішеді. Баяндауыш болып тұр екен. Құрамында б және л дыбыстары бар сөздер құрастырып айт. Бұл сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Бастауыштың астын бір, баяндауыштың астын екі сызықпен сыз. Бұлан орманда мекендейді. Балық суда жүзеді. Білім адамды шыңдайды. Бұлан. Не? Не істейді? Мекендейді. Балық. Не? Балық. Не істейді? Жүзеді. Білім. Не? Білім. Не істейді? Шыңдайды. Яғни бастауыштардың астын бір сызықпен, баяндауыштардың астын екі сызықпен сызып шықтық.